Ассалаумағалейкум достар, қайсызсыз? Мен бірге қазақ 777 казаяция. Бүгінгі видеода біз сіздерге аюлардың төбелесін көрсетеміз. Енді жаңағы тіл подписать етіп, қоңыржандық қоңыршан бас кетіңіздер. Біз ендеше видеомыз бастайық. Достар, айтпақ сіздерге Prime TV деген канал, соңғы Бын ТВ деген каналды соңғы тұр. Бұл жерде күшті видеолар шығады ма ендеше подписать етіп, қазақ 777 казадан келдім деп жазып кетіңіздер. Достар, бұл жол біздің бірінші каткамыз бойынша, яғни бұғы қашпақшы болған, сол бұғыны қазір гризли аю ұстап алды. Енді бұғы да беріспеді, бірақ оны тұншықтырып өлтіріп тастайын деп тұр. Өмір қылсын дейді ғой. Мінекей тұншықтырып үстінен басып өлтірді. Негізі құтылып кетейін деп үлгермей қалды. Оны тұншықтырып өлтіріп тастайын деп тұр. Міне тұншықтырып өлтіріп жатыр. Достар, енді осындай видео шығар десеңіздер, лайк басып, астына комментке жазып кетіңіздер. Басқа да видео, или осындай видеолар шығар деп, Мінекей оны жағаға шығарып жалып кетті. Бұл жолы ақ қасқырлар өздері азығын тапқан, бірақ олардың иісін сезіп қойған аю азығын тартып алмақшы болды. Және аю жолы болып, олардың ақ қасқырлардың азығын тартып алды. Бірақ енді ақ қасқырлар ұтылған үндемей кетіп қалды дейді ғой, әтісіндай. Кетіп қалды міне. Сәрән бір тілді бұстар шығуатса мен бермей қойдыр. Бұл жол бізде тау арыстаны мен аю қонжықтың баласы екеуінің төбелесі болып тұр. Бұл жолы өзін ұтылатын білген аю сосын өзін дәу қылып көрсетіп, оны қорқытпақшы болып екі аяқпен тұрды. Тұрып осымен қорқытып тұрды арыстанды. Бұл жолы бизон гризли аюына шабуыл жасамақшы болды, бірақ оның арқасына жабысып алып жібермей қойған соң, ол амалсыздан көлге қашты. Өзенге қашты, бірақ жол болмады деуге де болады. Себебі өзіңіздеріңіз мінекей көріп тұрсыздар. Оны суға салып, өлтіріп, жағаға шығарып, азық қылайын деп тұрсыздар мінекей. Достар, енді видео шықпағалы көп болды, себебі мен ауырып қалдым. Достар, бұл жолы сиыр ма, бұқа? Сиыр дұрыс. Сиыр екен, осы сиырды аю шабуылдап жатыр екен. Достар, енді даусым біртүрлі болатса, тұмауратып қалған. Сын видео шықпай кетті бір-екі апта бойы. Енді ренжімеңіздер, сіздер активтіңіз көрсетіп отырыңыздар. Сол кезде мен де видеоларды көп шығаратын боламын. Бұл жолы бізде тағы да оның сиырының бұзауы. Бұл жолы бізде мінекей шошқаға сиыр шабуылдапты екен. Сол шошқаны забордан қысып өтіп. Және достар, видеомыздың ең әдемі болған бөлігі мінекей 15 қасқыр бір аюдың тамағына таласып тұр. Қасқырлар есін сезіп қойған көрінеді еттің. Сондықтан аюға азығын тартып алу үшін келді, бірақ ойлары болмай қалды. Бізде қазір аю ұтып тұр. Достар, мінекей көріп тұрсыздар өздеріңіз. Аю беріспеді. Достар, мінекей осындай видеолар көп шығар десеңіздер, лайк басып, подписать етіп, комментарияға жазып кетіңіздер. Және де колокольчикті басып, каналға жазылып активность көрсетіңіздер. Сіздермен бірге болған қазақ 777